Сәлем қыздар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз картоп қуыратын боламыз. Картопты қуыруға картоп керек, пияз керек, тұз керек, сұйық май керек және бұрыш керек. Ең алдымен картопымызды былай қылып тураймыз. Міне алдымен былай ортасынан бөліп аламыз да, сосын жапырақ қылып тураймыз. Картопты кім қуыра алмайды? Әрине, картопты бәрі қуырады, қуыралады. Бірақ бұның өзінің де бір құпия способтары бар да, бұның да бір. Ең бірінші мінекей картопты жапырақ турап алдым былай, жіңішке қылып. Мінекей осындай қылып турап алдым. Өте жақсы қып-қызыл боп қуырылуы. Қыздардың көбінесе тушить етеді да, қақпағын жауып. Ал енді біз картопты қуыратын боламыз. Ең бірінші мінекей мұздай суға бір рет мына крахмалын шайып аламын. Мен кейде шаям, кейде шаймайым бұны. Сонда картоп бір-біріне жабыспайды, егер шайып тастаған болса мұздай сумен. Содан кейін осылай тұзды салып, араластырып. Қыздар, еш уақытта картоп қуырған кезде газдың астын ақырын қоймаймыз. Газды барынша қаттыға қойып, қақпағын ашып қуырамыз. Қақпағын мүлдем жаппаймыз. Егер газдың астын ақырын қойып, қақпағын жабатын болса, ол тушить етілген болады картоп. Жарит етілген болмайды. Біз қазір жарит ететін боламыз. Майға қуыратын боламыз. Мінекей қатты қызып тұрған таба, мына табаның өзі қызып тұр. Соған сұйық майды құйдым. Енді сұйық майдың қатты қызғанын күтеміз тағы да. Қатты қызып тұрған сұйық майдың үстіне пиязды салып жібереміз. Пияздың қуырылғаны дұрыс. Сол кезде мына майдың артық иісі болса, дәмі болса, мына қызып тұрған кезінде пияз салып жіберсеңіз, сол пияз жойып жібереді. Артық дәмі мен иісін сұйық майдың. Сол үшін. Содан кейін бұл пиязды сүзіп алып тастайым десеңіз де өзіңіз білесіз. Немесе картоптың ішіне араластырып жіберем десеңіз, тағы өзіңіз білесіз. Мінекей мен араластырып жібере салайын дедім. Картопты салып жатырмын. Толық салдым. Пиязым көп қуырылған жоқ, кішкене ғана бір қуырылды. Бір минуттай қуырылған шығар. Содан кейін салып, енді астыдағы пиязды үстіге шығарамыз. Әйтпесе пиязы күйіп кетеді. Күйген пияздың дәмі қандай жаман болады. Білесіздер ғой. Енді мінекей сәл прозрачный бола басталған кезде картоп мінекей астынан үстін осылай аударамыз. Осындай прибордың көмегімен. Қыздар, менің газым анша-мұнша қатты болмай тұр. Өзім қалағандай қатты болмай тұр, сондықтан да кішкене қызартпай жатыр. Газдың өте қатты тұрғаны дұрыс. Өте қатты тұрғаны дұрыс газдың. Барынша қаттыға және қақпағын жаппаймыз. Қатты отта қақпағын жаппай қуырамыз. Тура осылай қыздар мінекей аралары 5-7 минуттан кейін өстіп аударып отырамыз. Картопты тура солай 3 рет аударамыз. Сол кезде өзі қып-қызыл болып картопымыз қуырылып шығады. Қыздар, селедкамен немесе қиярмен, тұздалған қияр өте жақсы болады. Бұл қуырылған картоп. Біз өзіміз қара бұрышты жақсы көреміз, кейде осылай үстінен қара бұрыш себемін қыздармен. Енді оны әркім өзі біледі. Ал қыздар, арнамызға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Пока.